Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге мен Меруерт Қожабекқызы. Бүгінгі шығарылым кітап оқитын ұлт жобасының кітап оқитын педагог бағыты аясында ұйымдастырылып отыр. Бұл жоба қоғамда кітап оқу мәдениетін дамытуға, әсіресе жастардың әдебиетке деген қызығушылығын арттыруға бағытталған маңызды бастама. Ал осы бағытта мұғалімдердің рөлі ерекше. Бүгін біз қазақ әдебиетіндегі тағылымы мол шығармалардың бірі Ақбоз үй туындысы жайында әңгімелесеміз. Бұл шығарманың авторы қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар жазушы Смағұл Елубаев. Бүгінгі қонағымыз академик Орынбек Жәутіков атындағы номер 1 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Индира Мұқаевна. Индира Мұқаевна, қош келдіңіз. Қайырлы күн. Алдымен кітап оқитын ұлт жобасының кітап оқитын педагог бағыты туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Кітап оқитын ұлт жобасы бұл мемлекетіміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тұжырымдамасы шеңберінде жүзеге асып отыр. Ол бірнеше бағытқа бөлінген, оның ішінде кітап оқитын педагог бағыты да бар. Яғни бұл ұлт тәрбиешісі педагог болғандықтан, педагог яғни кітап оқу мәдениетін арттыратын, яғни оқу әлеуетін арттыратын, білімділікті арттыратын ұстаз тұлға ретінде кітап оқуды ең бірінші қолға алатын жан деп ойлаймын. Сол себепті де осы жобаға өте жақсы атсалысып жатырмыз. Бүгін біз талқылап отырған шығарма Ақбоз үй. Бұл туынды қазақ әдебиетінде қандай орын алады? Смағұл Елубайдың Ақбоз үй роман трилогиясы қазақ әдебиетінде алатын орны ерекше, өйткені дәл осындай ашаршылық кезеңін суреттейтін, 20-30 жылдардағы қазақ басындағы нәубетті суреттейтін шығарма бізде көп емес. Сондықтан да бұл өте бір терең толғаныспен жазылған шығарма. Сондықтан оның алатын орны қазақ әдебиетінде өте зор. Шығарманың негізгі тақырыбы қандай? Шығарманың негізгі тақырыбы қазақ тарихындағы зобалаң жылдар. Енді бұл зобалаң жылдар біздің тарихымызда, біздің әрбір отбасымызға өте үлкен ізін қалдырған кезең ғой. Сондықтан да бұл кезеңді, тарихи кезеңді хикаямен ұштастырып, осы Смағұл Елубай бірнеше жыл еңбектеніп, 85 жылы осы жазып бітті, аяқтаған, 91 жылдары бұл кітап басылып шықты. Бұл жердегі басты тақырып қазақ даласындағы осы нәубетті көрген адамдардың өмірлеріндегі қиыншылық. Мысалға, басты кейіпкер Пахридиннің отбасы, Хансұлу, оның қызы, яғни оның сүйген жары, Шегеннің басындағы қиындықтар, жалпы бұның бәрі өзі жазушының айтуы бойынша өмірде болған адамдар, сол өмірде болған адамдардың тіпті сөзіне шейін, сөйлеу мәнеріне шейін барлығын осы келтірдім деп айтады өзі. Қаншама материалдық деректер жинаған ол кісі. Сол былайша айтқанда өте оқып отырған кезде шытырманды оқиғаға толы деп айтуға болады. Осы ең басынан басталып, осы Пахридиннің үйін, Ақбоз үйін суреттеуден бастап, осы ең соңындағы Хансұлудың дүние салғанына шейінгі аралықтың бәрінде өте бір-бірімен байланысып жатқан күрделі оқиғалар көп. Бұл жерде махаббат та бар, бұл жерде жауыздық та бар, сатқындық та бар. Енді қайғы, қасірет өте көп. Жаңағы сол кездегі адамдардың ашаршылықтағы шеккен азабы, басқа жаққа жер аламыз деп көшіп көрген қиындығы. Мысалға, осы Пахридин мен оның әйелі Сырға осы басқа Түркменстанға көшіп бара жатып, жолда жаңағы құмда қалып қояды. Хансұлу, Дәу апа, сосын Хансұлудың баласы, сол барлығы олар аман есен жаңағы Қоңырат деген қалаға жетеді. Мұнда да көп қиындықтар көреді, бірақ олар аман қалады. Енді жаңағы басты кейіпкер бұл жерде Пахридин бай ғой, ол кісі бай болғанмен, бұл жерде автор оны
жаңағы бай біздің образ, біздің түсінігімізде ол енді көбінесе сараң адам, аса ұнамсыз адам болады ғой, көбінесе ұнамсыз сияқты. Бірақ бұл жерде Пахридин өте бір даналықтың, сондай бір данышпандықтың, сабырлықтың белгісіндей болып көрінеді. Көбінесе кедей адамдарға көмек көрсетуі, тіпті анау ең басында анау қозбағарды кім әзбергеннің несімен, жаласымен қозбағарды ұрып тастаған кезде де оған жаңағы халықтың назасынан қорқып жаңағы Пахридин Хансұлуды сол қозбағарға бермекші болады ғой, үйлендіреді екеуін, сондай, яғни байдың қызын кедейге берейін деп тұр. Сол міне соның барлығы, соның сондай даналығы, елдің арасында жағдай ушықпасын деген сондай бір көрегенділігін көрсетеді. Бұл жерде көреген адам тағы да бір Лабаға Хун деген адам бар, діндар адам өте. Шығарманың өне бойында жүреді ол кісі. Өзі бейнесі ақ бейнелі болып келеді, ақ киімді болып келеді. Енді басты кейіпкер бұл жерде Хансұлу ғой. Хансұлудың тағдыры байдың қызы, әдемі, сондай бақытты адам ретінде суреттеледі. Енді көп өмірінің жолында қиындықты көп көреді. Жаңағы бірақ сондай өжет, жаңағы ақылды, қайсар адам болып келеді өмірінде. Бірақ енді өмірінің соңында балаларының, жаңағы әсіресе баласының жамандығы болғанда басындағы бір оқиғалары сол Хансұлуға қатты әсер етіп, сол ақырында үлкен арманмен, өкінішпен дүниеден өтеді. Ақбоз үй атауының символдық мәні бар ма? Ақбоз үйдің атаудың әрине символдық мәні бар. Өйткені қазақ үшін, біздің ұлтымыз үшін үй деген ол қорған, үй деген ол бекініс, үй деген береке, үй деген отбасы, үй деген бірлік. Ол әсіресе біздің қазақтың кигіз үйі, бұл ешбір ұлтта қайталанбайтын деп айтуға болады. Енді керемет бір баспана ретінде суреттеледі ғой. Енді бұл шығармада сол баспана қаңырап бос қалады, ешкімге қажетсіз, яғни ашаршылықта шұбырған жұрт сол үйлеріне де қарамай, үйлерінің есігін қайыспен буып, есіктерін жауып босып кетеді, яғни өздеріне жақсы өмір іздеп. Сондықтан да бұл жерде жаңағы қаңырап қалған үй біздің ұлтымыздың бір қасіретін көрсетеді. Бұл шығарманы оқушыларға оқытудың тәрбиелік маңызы қандай? Біз енді оқушыларға тәлім мен тәрбие беретін болғандықтан, ең бірінші білім ол әрине ол бізде әдебиеттен келеді. Өйткені балалар тарихты оқиды ғой, тарихты оқығанда олар көбінесе жалаң фактілер ғана оқиды. Ал енді мынау әдебиет арқылы оқыса, мысалға жаңағы көркем шығарма, адамның ішкі жан дүниесі тебіреніп, толғанып, қиындықтарды, ашаршылықтағы жаңағы адамдардың арпалысын, адамдардың бір озбырлық әрекеті, бұл жерде Ыждахай деген мысалға кейіпкер бар, сондай бір озбыр адам. Міне соның барлығы балалардың жаңағы ойы арқылы, сезім арқылы өтеді. Олардың есінде жаңағындай сол заманның бейнесі сурет күйінде қалады. Өйткені олар қазір о заманды көрген жоқ, о заманды білмейді. Сол көркем шығарма оқыса, сол арқылы олардың ойларында сол тарихты терең түсінеді деп ойлаймын, сол арқылы. Қазіргі заманда оқушылардың кітап оқуға қызығушылығын қалай арттыруға болады деп ойлайсыз? Бұл өте маңызды сұрақ қазіргі заманда. Өйткені бізде балаларда қызығушылықтың көбісі кітапқа емес, енді басқа ұялы телефон сияқты нәрселерге ауысып жатыр ғой, әлеуметтік желі деген сияқты. Сондықтан да кітап оқуға балаларды жұмылдырудың өзі бұл өте бір үлкен жұмыс, және бұл қызығушылығын ояту мұғалім үшін өте үлкен, қалай айтады, міндет жүктейді. Сол міндетті бізден дұрыстап атқаруымыз керек. Өйткені бала қызығушылығын ояту үшін, мысалға болады енді бір шығармалардан үзінді оқып беріп, сол ең қызықты жеріне келіп тоқтап қалсаң, мысалға оқушы әрі қарай ізденеді, мысалға әрі қарай не болды екен деген қызығушылық оянады. Өйткені барлық нәрсе қызығушылықтан басталады. Сондықтан
енді әртүрлі тәсілдермен біз жаңағы ойын викториналар өткізу арқылы, қызықты сұрақтар қою арқылы, жарыстар өткізу арқылы енді қызығушылықты оятамыз деп ойлаймын. Енді біздің өзімізде мысалға сыныптарымызда көркем кітаптар бар, мысалға көркем әдебиет. Соны балалар сабақта сұрайды, мұғалім біз көрейікші, біз оқиықшы, мына кітапты мен алайыншы деп сұрап жатады. енді бұл жерде басты нәрсе баланың жас деңгейін анықтау, жас деңгейіне сәйкес келетін шығарманы таңдап беру. Мен балаларға көбінесе Бейімбет Майлиннің шығармаларынан бастаңдар деп айтамын. Өйткені ол кісі Бейімбет Майлиннің шығармалары өте оқуға жеңіл, қарапайым тілмен жазылған, сондай түсінікті деп, және адамның жан дүниесіне жақсы әсер етеді. Енді өзім жұмыста сондай тәсілдерді қолданамын, қызығушылықты арттыру үшін. Сіздің ойыңызша кітап оқу адамның өміріне қандай әсер береді? Әсер әрине өте керемет әсер береді. Енді әрбір кітап оқыған адам оны біледі. Мысалға әрбір бір кітапты бастасаң, оның ең бірінші сөйлемдерінің өзі мысалға адамды бірінші сөйлеміне баурап алады да, соның әрі қарай не болды екен деген, соның аяғына шейін жетіп, соның оқиғаларын білгің келіп, шешіп білгің келіп, соны ең соңына шейін оқисың ғой. Сол себепті бұл жерде адамда жан деген нәрсе бар. Мысалға біз тәнімізді қоректендіреміз, ауқаттанамыз, тамақ ішеміз деген сияқты. Бірақ бізде жан бар. Мен балаларға ылғи айтамын, осы жанымызға да біз азық беруіміз керек. Ол азықты біз кітаптан аламыз. Бір жақсы сахналық қойылымдардан аламыз, спектакль дейміз ғой, немесе бір жақсы концерттерден, жақсы ән мен күйден аламыз. Сол көріп шыққаннан кейінгі немесе оқып шыққаннан кейінгі өзіңнің жаныңның бір керемет көтеріңкі көңіл күйде болғанын, өзіңнің көтеріңкі көңіл күйде болғаныңды, немесе бір нәрсеге жаңағы жабырқап соның шешімін тапқың келіп тұрғанын көресің. Яғни бұның бәрі біздің жанымыздың қажеттілігі. Сондықтан біз кітап оқуды қолға алуымыз керек, оны ұмытпауымыз керек. Бұл қай уақытта да болсын жоғалмайтын нәрсе, адамға өте қажетті. Рухани баю үшін, әлеуметтік жағдайы жақсы болу үшін, жалпы адам тоқырап қалмас үшін кітап оқу керек деп ойлаймын. Индира Мұқаевна, осы Ақбоз үй шығармасы жайында пікіріңізді айтқаныңызға сізге көп рахмет. Мен де өте қуаныштымын бүгін осындай жоба аясында сіздерге келіп, сіздермен бөлісіп отырғаныма, жаңағыдай осы ұлтымызға, өзіміздің тәрбиелеп отырғанына, балаларымызға осы біздің сұхбатымыздың әсері болса, осы арқылы олар ойланып, қызығып, осы шығармаға оқып жатса, ол да бір құба-құп нәрсе болады деп ойлаймын. Құрметті оқырмандар, бүгін біз кітап оқитын ұлт жобасының кітап оқитын педагог бағыты аясында Смағұл Елубаевтың Ақбоз үй шығармасының маңызы туралы әңгімелестік. Кітап оқу адамның рухани байлығы мен білімінің негізі. Сондықтан кітапты өміріміздің ажырамас бөлігіне айналдырайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.